Сәлем достар, сіздермен бірге Таби. Және бүгінгі видео осы соңғы кездегі прическаларға арналады. Корейский прическалар болады ғой, бір басқаша, бірақ әдемі шығатын сондай прическалар қайталайтын боламыз. Шаш үлгілерін. Мен 6 шаш үлгісін таңдадым. Вот, міне 6-ауы. Осы 6-ауын қайталайтын боламыз. Давайте біріншісіне өтейік. Мен осы видеоға деп осыны резинкалар сатып алдым. Бірінші прическаға өтейік. Бізге бірінші мына жақтардан не өру керек екен. Мен челкам бар да, вот. Қазір челканы қайтарып тастап. Әттен тұрышты. Самый главный тарамын кетіп қойып. Қазір мен шашымды қайтып келемін. Вот мен қайтардым. Енді бірінші бізге мына жерден мынандай шаш алып, өру керек. Үлкенірек қылып. Бүйтіп аласыздар. Қаласыңдар. Осы бір жағын біткеннен кейін бізге бүйтіп, короче, екі жағынан газонды артқа қарай қыстырамыз. Бізге мына жаққа барған кезде мына примерно осы жерден мына өріс болған жерді ашамыз үлкейтіп. Сәл қиынырақ енді бұл жері. Мына қалған шашымызды алып, екіге бөлеміз. Енді бұлардың үстінен жинаймыз. Бөлінген жерден ішке кіртеміз. Ең қиын жер. Мына өрістің бағанағы жері бар емес пе? Сол жерден кіргіземіз. Бұлай істей алғанша істедім. Өстіп осындай болып шықты. Такой басқаша прикольно шықты негізі. Так, енді екінші прическаға өтейік. Екеу аламыз, өстіп бірдей етіп. Екеуін өстіп қыстырамыз. Енді екеуін бөлеміз. Magic. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Осындай болып шықты бантик. Енді үшіншісіне өтейік. Шешеміз қазір. Енді үшіншісіне келейік. Бірінші бағанағыдай екі жақтан бөліп алу керек тағы. Қалай тәртісінен алу керек екен. Істеп қоямыз біз. Мына жақ қарай. Мына жағын аламыз. Міне. Осыны аз бөлеміз.
осындай көрдік. Енді мына жақтан біразын аламыз дағы. Кем қуат. Былай қосып аламыз. Мына жақтан да аламыз. Мынаны шығарып қойдық, оның үстінен қыстырамыз. Түреміз. Ендігі кезекте 4-ші прическамыз. Бұл да бір-екі жер дұрыс емес деп ойлаймын, потому что төбесіндегі суретте басқаша тұрды, жанындағы бүйтіп өрілген сияқты да, но ол үштік өрілу емес, былай орап қойды екеуімен. Сонда мен істеген сияқты. Мен сөйтіп істеп көрейін, это оңайырақ, и тез болады да. Ана өруден шаршап кеттім. Енді пол башки аламыз. И орап тастаудың қажет жоқ екен. Соны білдім. Сәл-сәл 3-4 рет. Енді осы алғанымызды қайттан ішіне қарай өткіземіз. Міне. Енді мына жақтан мыншасын аламыз да. Енді екеуін үштігін жерден қыстырамыз. Айналдырамыз да. Қолымызды үштіп тұрады. И кіргіземіз. Үштіп кіргіземіз. Білмеймін, енді дұры шықты ма, шашып кеттім. Осылай, примерно осылай шығу керек. Негізі фотолар әртүрлі екен. Анау төбесіне тұрғаны волнисті да, ал анау не тіке. Значит, мен төбесіне қысылып кетіп алғанмын. Ал басында басқаша екен. Енді бізде 4-шісі. Мынау әдемі екен. Мынаны босату керек еді. Бұда да қыстырады екенбіз. Үштіп кіргіздік. Мынау астындағыны алып бәрін екіге бөлеміз, тастаймыз. Бұны да ішке қарай қайтарамыз. Енді осыны екіге бөлеміз. Мына бір жағын, бұны да екіге бөлеміз. Короче, бұлай айналдырамыз. Міне, осылай шығу керек. Короче, міне осындай шықты. Бесіншісі сәл оңай болса, оңай сияқты да, но нет. Прикольно шығады екен. Мынандай жерде бастығы тұрады. Мына әдемі шықты, не нормально болып шықты. Енді 6-шысына келейік. Так, бізге шашты екіге бөліп алу керек. Так, енді осының жартысын аламыз қыз. Жерден бастап алып, короче, осыны өреміз. Міне мен өріп жатырмын. Мен посып жатыр екенмін. Ну, мына астындағы мен жинаймыз бірге. Шашты.
сәл қана ойлайды екен сонда. Шаршап кеттім достар. Терлеп кеттім. Мен шашты орай алмаймын, негізі шыны керекше. Былай орап, резинкаға қыстыру керек та. Но қыстыра алмай жатырмын. Ну, наверное, так и останется. Мына жағында істейміз қазір. Достар, мен адам қателеспін, былай жартысын емес, мына жерінен бүйтіп алу керек екен. Міне мына сияқты шығу керек екен. Оны орау керек еді, мен орай алмаймын. Міне менің осы видеом осымен аяқталады. 6 шаш үлгісін қайталап көрдік. Мен өз қолымнан келгенше қайталадым. Енді білмеймін, мен өзім шаштарым андай не болды ма, тыңдамай жатса берді. И мен өзім көптен бері өзім шаш үлгісі істемегеннен кейін шаштарымда басқаша болып қалған енді. Егер осы видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бәріңізге пока!